Науқас Әтеш. Алғырлар отбасы мен ауладағы жануарлар бақытты өмір сүріп жатты. Сол бір түні әкелері Қарабас түнімен ұйықтамай ауланы күзетіп шықты. Таң қылаң бере ұясына келіп ұйқыға кетті. Оянса түс боп қалыпты. Қарабас әдетте ықшына шақыратын Әтештің даусынан оянатын болғасын, оятқышты да қоймайтын. Әтештің күнделікті міндеттерінің бірі таң сәріден шақырып тұрғындарды ояту еді. Бірақ неге екені белгісіз, Әтештің бүгін үні шықпады. Қарабас: "Мұнда бір сыр бар. Әтештің шақырмауы жайдан жай емес. Ол міндетін әрдайым орындайтын еді ғой. Ойпырмай, бұған не болды екен? Қой, тезірек барып оның неге шақырмағанын білейін", деді де тауықтардың күркесіне қарай барды. Қарабасты күркенің алдынан шұбар тауық қарсы алды. Шұбар тауық: "Әтеш қатты ауырып қалды, даусы шықпайды", деп күрсінді. Қарабас күркеге кіріп Әтештің жанына барды. "Құдай шипасын берсін, досым. Менен саған қандай көмек керек?" деп сұрады. Бейшара Әтештің даусы қарлығып қалғандықтан Қарабасқа жауап та бере алмады. Тек қана ишара білдіріп, "Рахмет, рахмет" деп басын изеді. Қарабас: "Сен біраз демал. Құдай бұйырса, әлі жазылып кетесің", деп көңілін жұбатып, кейін қайтты. Ауладағы басқа тұрғындарға да Әтештің ауырып жатқанын хабарлады. Әтештің ауырып қалғанын естіген басқа достары оның қал жағдайын сұрап, күркесіне бас сұғып жатты. Тіпті құр бармай, Әтешке деп сый-сияпаттарын да ала барды. Сиыр жылы да дәмді сүтін алып барса, қаз жұмыртқасын, қоян болса қысқа сақтаған сәбіздерінен алып барды. Өйткені ауладағы тұрғындардың барлығы ауырып жатқан кісінің көңілін сұрап, дертіне шипа тілеу ізгі іс екенін жақсы білетін. Әтештің күркесіне бас сұққан әрбір досы Алла шипасын берсін деп тілек тілеп шықты. Осылай қаншама күндер өтсе де, Әтештің тәуір болатын түрі жоқ. Ақтөс пен Қарақұлақ та Әтештің көңілін сұрамақшы болды. Бақшадан теріп алған гүлдерден өте керемет гүл шоғын жасап, қолдарына ұстай барды. Қос күшік күркеден шығайын деп жатқанда, Әтеш басын әрең көтеріп, әлденені ішпек болып жатыр екен. Қарақұлақ шыдамай шұбар тауықтан: "Әтеш ағай не ішейін деп жатыр?" деді. Шұбар тауық: "Жақсы болсын деп ыстық шай қайнаттым, соны ішіп жатыр. Шипасы бар-ау деген бірнеше өсімдікті де қайнатып бердім, бірақ еш әсері болмай тұр", деді күрсініп. Қарақұлақ пен Ақтөс Әтештің жағдайын көріп жандары ашыды. Күркеден шыға сала екеуі жүгіріп барып, әкелеріне Әтештің жай күйін жеткізді. Сонда Қарабас ойланып тұрып: "Меніңше, Әтеш әбден суықтап қалған. Көп уақыт өткізбей дәрігерге баруы керек", деді. Ақтөс: "Қалай барады? Ол басын әзер көтеріп жатыр ғой", деді. Қарақұлақ: "Әтеш ағай дәрігерге бара алмаса, біз дәрігерді оның күркесіне алып барамыз", деді. Әкесі Қарабас: "Иә, дұрыс айтасыңдар күшіктерім. Көп созбай дәрігерге хабар беріңдер", деп қос күшігінің басынан иіскеді. Қарақұлақ пен Ақтөс зымырап барып дәрігерге хабар берді. Дәрігерді алып, Әтештің күркесіне келді. Шұбар тауық дәрігерді көрген кезде не дерін білмей сасып қалды. Бірақ дәрігердің келгенін көрген кезде қуанып, көңілі көтеріліп те қалды. Әтештің қалай ауырып жатқанын дәрігерге асықпай түсіндіріп берді. Дәрігер Әтешті жақсылап тексерді. Қабылдауы керек дәрілердің ішіне бірнеше дәруменді де қосып жазып берді. Емделуі үшін қандай шаралар жасау керек екенін де түсіндірді. Бір кезде дәрігер кішкене үстелдің үстіндегі шөптен жасалған дәрілерді байқады. Дәрігер таңырқап: "Мәссаған, мыналармен Әтешті емдемек болдыңдар ма?" деді. Шұбар тауық: "Иә, басқа амалымыз болмады", деп басын изеді. Дәрігер күлімсіреп: "Иә, кейде түйме жапырақ, жалбыз, қалампыр деген шөптер кейбір жеңіл сырқаттарға дауа болуы мүмкін. Бірақ Әтештің ауруы әбден асқынып кеткен. Мына шөптер жарамайды. Мен жазып берген дәрілерді қабылдауы керек", деді де күркеден шығып жүре берді. Әтеш дәрігердің кеңестерін бұлжытпай орындап, тез арада жазылып шыға келді. Таң атқанда ол өзінің ғажайып даусымен ауладағы тұрғындардың барлығын оятты. Ол әдеттегідей
бір томаршаның үстіне шықты да «Кукареку! Кукареку!» деп шақырды. Оның даусынан оянған достарының барлығы тұра сала қасына келіп, даусын тыңдап тұрды. Сонда Әтеш: «Сөйлей алу, қалағаныңша бар даусыңмен шақыру деген қандай керемет нәрсе. Осы күнге жеткізген Құдайға шүкір», деп жүзі бал-бұл жайнап қуанып тұрды.